Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 97-ші сабақта өтетін боламыз. Алдымен сабақты бастамастан бұрын балалар каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қоршаған ортаны қорғаймын етістіктің жіктелуі. Яғни өтетініміз етістіктің қалай жіктелетінімен танысатын боламыз және мәтіндегі негізгі ойды анықтайтын боламыз. 65-ші жаттығу беріліпті, өлеңді көшіріп жаз дейді. Алдымен өлеңді оқиық. Аяулы мекенім, оқимын, жетемін. Туған жер кей-кейде сағынып кетемін. Бұл Мұқағали Мақатаевтың өлеңі екен. Етістіктердің астынсыз олардың қай жақта айтылғанын анықта дейді. Бұл жердегі етістіктер балалар, етістіктің астын екі сызықпен сызамыз. Етістіктер бұл оқимын, жетемін және сағынып кетемін. Оның қай жақта айтылғандығын анықта дейді. Бұл жерде оқимын деген бірінші жақта жекеше түрде айтылып тұр, мен оқимын. Екінші жетемін деген етістікте бұл жерде бірінші жақта жекеше түрде айтылып тұр, мен жетемін. Сағынып кетемін дегенде бұл жерде бірінші жақта айтылып тұр, мен сағынып кетемін деген. Келесі ережені мұқият оқып, есте сақтайық. Іс-әрекеттің қай жақта айтылғанын білдіру үшін етістікке жіктік жалғаулары жалғанады. Мысалы, мен жүрмін, сен жүрсің, ол жүр. Етістікке жіктік жалғаулары жалғанып, өзгеруін етістіктің жіктелуі дейді. Келесі бізде 66-шы жаттығу. Етістіктерді тиісті орнына қойып айт дейді. Яғни бізге әртүрлі түстің ішінде етістіктер берілген, және оларды бірінші, екінші, үшінші жақта орындарына топтастыруымыз керек. Бұл жерде бірінші жақта санадым, көрдім, жазамын, бармын, апарамын. Екінші жақтағы етістіктер салыстырасың, көшіресің. Үшінші жақта оқиды, ереді, сызады болады. Келесі бізде 67-ші жаттығу. Етістіктерді жекеше, көпше түрде жіктеп жаз дейді. Бізге екі етістік берілген, қорғай және қорға деген. Осыны жекеше және көпше түрде екеуін жеке-жеке жіктеп жазайық. Бірінші қорғай сөзіне. Жекеше түрде мен қорғаймын, сен қорғайсың, сіз қорғайсыз сыпайы түрде және ол қорғайды. Үшінші. Көпше түрде біз қорғаймыз, сендер қорғайсыңдар, сіздер қорғайсыздар, олар қорғайды болады. Енді қорға сөзі. Мен қорғадым, сен қорғадың, сіз қорғадыңыз, ол қорғады. Көпше түрде біз қорғадық, сендер қорғадыңдар, сіздер қорғадыңыздар, олар қорғады. Екі етістіктің екі түрлі жіктелу себебін салыстыр. Не байқадың дейді. Бұл жерде и әрпі, яғни бір әріптің себебінен екеуі екі түрлі жіктеліп тұр. Келесі балалар бізде 68-ші жаттығу. Бізге мәтін беріліпті, қайынның көз жасы деген. Мәтінді оқы дейді. Қапан кешке бұтағы сынған қайыннан су тамшылап тұрғанын байқады. Қайта-қайта қарап таң тамаша. Осы сәтте Күркебай қарт таяп келді. Қапан, ата, айтыңызшы, неге су ағып тұр? Деді қайынның діңін нұсқап. Су емес, қайынның көз жасы ол. Біреу бұтағын сындырған. Содан жаны жараланып жылап тұр. Тілі жоқ айтатын. Қайтсын байғұс. Табиғат перзенті ағаштың да жаны, жүрегі бар. Адамдардан аялы алақан, күтім тілейді. Ал олардың жасайтыны осы. Қапан ұялды. Қарттың уәжді сөздері зердесіне жеткендей басы салбырап, қозғалмастан тұрып қалды. Енді сындырмаймын ата деген сөзді іштей қайталай берді. Келесі бізде осы мәтін бойынша 4 тапсырма беріліпті, соған жауап берейік. Біріншісі, қалай ойлайсың? Қапан неліктен ұялды? Өз ойыңды дәлелде дейді. Қапанның бұл жерде ұялған себебі ағаш бұтақтарын сындырған өзі еді. Ол іштей ағашқа, жалпы табиғатқа зиян келтіргеніне қатты өкінеді. Екінші, мәтін неліктен қайынның көз жасы деп аталған. Себебі мәтінде қайынның көз жасы туралы айтылған, яғни Қапан ағаш бұтағын жұлып алғанда ағаштың жасы ақты. Одан кейінгі мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Бұл жердегі мәтіндегі негізгі ой, ол табиғатты аялау, оған зиян тигізбеу. Енді мәтіннен етістіктерді тауып, қай жақта тұрғанын айт дейді. Бұл жерде етістіктер үшінші жақта және бірінші жақта тұр. Үшінші жақта тұрған етістіктер байқады, келді, жылап тұр, тілейді, ұялды, тұрып қалды, берді. Ал бірінші жақта ол сындырмаймын болады. Келесі 69-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Кестеде берілген ақпаратты пайдаланып, мәтін құрап жаз дейді. Бізге қайың, оның жасының ұзақтығы, табиғатта қайынның неше түрі кездесетіндігі, және оның көп тараған түрі, оның гүлдері, және
оның гүлдерін не үшін пайдаланады, сол туралы біз қысқаша мәтін құрап жазуымыз керек. Қайың ақ түсті, қабығымен ерекшеленетін ағаш. Оның жасының ұзақтығы 100-150 жыл. Табиғатта қайыңның 140 түрі бар. Олардың ішінде ең көп тараған түрі кәдімгі қайың немесе ақ қайың. Қайыңның сырға тәріздес гүлдері болады. Оны адамдар шырын, дәрі-дәрмек ретінде пайдаланады. Келесі бізде 70-ші жаттығу. Көктемде құстар жылы жақтан оралды. Олардың саны, жалпы саны, яғни 30-дан көп, 50-ден аз. Оның 3-тен бірі қара торғай, саны 16. 4-тен бірі қаздар, 6-дан 1 бөлігі үйректер, ал 8-ден 1 бөлігі тырналар. Қалғандары қарлығаштар. Ұшып келген өзге құс түрлерінің санын анықта дейді. Бұл жерде бізде 5 түрлі құс бар, солардың нақты сандарын анықтауымыз керек. Бұл жерде бізде 3-тен 1 бөлігі, яғни қара торғай деп тұр. Сонда біз жалпы санын тауып аламыз. Есеп ретінде шығарамыз, яғни бұл жерде. Сонда біз 16-ны 3-ке көбейтеміз. 16-ны 3-ке көбейтсек, бізде 48 болады. Бұл жалпы құс саны болады бізде. Енді бізде 4-тен 1 бөлігі қаздар деп тұр, Ол үшін жалпы санды осы 4-ке бөлеміз. Сонда 48 4-ке бөлсек 12 болады. Демек бізде қаздардың саны 12, ал қара торғай саны 16. Енді үйректерді 6-тан 1 дейді. 6-дан 1 десе, демек 48 6-ға бөлеміз. 48 6-ға бөлсек, бізде 8 болады. Сонда 8 үйрек болады. Тырналар енді 8-ден 1 бөлігі, демек 48-ді 8-ге бөлеміз, сонда бізде 6 болады. Енді осы барлық жалпы құс санынан біз 4 құстың санын алып тастаймыз. Сонда бізде 5-ші құс қарлығаштың саны шығады. 48-ден жақша ішінде 16 қосылған 12, қосылған 8, қосылған 6-ны азайтамыз. Сонда жақшаның іші 42 болады. 48-ден 42-ні азайтсақ бізде 6 болады. Демек бұл жерде енді басынан бастап айтатын болсақ, қара торғайдың саны 16, қаздардың саны 12, үйректер саны 8, тырналардың саны 6, қарлығаштардың саны 6. Енді балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналымдағы басқа да видеоларды жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Балалар, сау болыңыздар.